Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте оңай жасалатын гүлді жасап көрсетемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осылай А4 парағымызды алып, қайшының көмегімен шаршы етіп қиып аламыз. Содан соң осылай X тәрізді етіп бүктейміз. Содан соң оны ашып, симметриялы етіп қосу тәрізді бүктейміз. Міне осы жерді мұқият қарап алыңыздар, шатасып кетулеріңіз мүмкін. Осылай бүктеп аламыз. Содан соң осылай барлық екі бетінде осылай қайырып шығамыз. Міне біз қайырып болдық. Қайырған жерді осылай ішке қарай кіргіземіз. Төрт жағында осылай қайталаймыз. Міне бізде осындай фигура шығады. Барлық бетін осылай қайырып шығамыз. Міне қайырылған бетті осылай ішке қарай үш бұрыш тәрізді етіп кіргіземіз. Барлық амалды видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Келесі беттерін де дәл осылай ішке қарай кіргізіп шығамыз. Міне біз барлық бетін ішке қарай кіргізіп болдық. Келесі амалды мұқият қарап алыңыздар, себебі түсініксіз болып қалуы мүмкін. Барлық бетін осылай істеп шығамыз. Міне біз істеп болдық. Енді осылай қайырамыз. Міне біз істеп болдық. Енді келесі амалды орындаймыз. Ол үшін бізге осындай қаламның көмегі керек болады. Қаламның көмегімен осылай орап, гүлдің күлтелерін қайырып шығамыз. Міне біздің гүліміз дайын болды. Енді гүлдің сабағын жасаймыз. Жаңағы артылған бөлікті осылай бір жағын жіңішке, екінші жағын жуан етіп ораймыз. Және жапсырғыштың көмегімен жапсырып қоямыз. Осылай гүлдің түбін осылай кесіп аламыз. Содан соң гүлдің сабағын жоғарғы бөлігінен бастап кіргіземіз. Міне достар, біздің гүліміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қарасаңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.